Қайырлы күн. Бүгін сіздермен математиканың 6 сынып математика кітабының номер 332 есебін талдайтын боламыз. Есептің шарты: қайық көлде 3 сағат жүзетін қашықтықты, қайық көлде 3 сағат жүзетін жол, яғни қашықтықты сал өзенде 9 сағат жүзеді екен. Өзенде ағысқа қарсы жүзген қайық осындай қашықтықты неше сағатта барады дейді. Ескеретін жайт, бірінші бізге ағысқа қарсы жүзген қайықтікін сұрап отыр. Неше сағатта деп уақыт сұрап отыр. Уақыт ол 1-ді v-ға бөлгенге тең. Яғни бізде 2 сағат берілген, мұнда 1 сағат мән, екінші берілген, басқа ештеңе жоқ. Бұны орындау үшін бірінші мен жылдамдығын тауып алуым керек. Уақытты жылдамдыққа айналдыру өте оңай. Ол үшін 1-ді осы сағатқа бөле салсақ уақытқа, менде жылдамдық шығады. Ал уақытты табу үшін 1-ді жылдамдыққа бөлеміз. Немесе сол санның кері саны деп аталады. Яғни 1-ді қандай да бір санға бөлсеңіз, сол санның кері саны шығады. Кері сан дегеніміз ол алыммен бөлімінің орнына жазылады, немесе көбейтіндісі 1-ге тең деп жатамыз. Енді ағысқа қарсы жылдамдық табу үшін меншікті жылдамдық пен ағыстың жылдамдығын азайтсақ, бізде ағысқа қарсы жылдамдық шығады. Ал енді ағысқа меншікті жылдамдық та жоқ, қазір бізде ағысты жылдамдығы жоқ. Бірақ орнына бізде меншікті уақыт 3 сағат, ағыс уақыты 3 сағат бар. Не үшін мен ағыстың жылдамдығын салдың жылдамдығымен теңестіріп отырмын? Себебі салда дәл сол өзеннің ағысы сияқты жылдамдықта болады. Дәл өзеннің ағысындай. Өйткені салдың өзінде ешқандай жылдамдық жоқ. Өзен суы қандай жылдамдықпен жүрсе, ол сол судың үстінде қалқып, сол жылдамдықпен кете береді, Енді меншікті жылдамдықты табу үшін бізде уақыт қана берілген, яғни 1-ді бөле саламын, 1-ді 3-ке бөлгенге тең. 1-ді уақытқа бөлсем жылдамдық шығады. Екінші, менде ағыстықын табатын болса, онда 1-ді 9-ға бөле қаламын. 1-ді 9-ға бөлем, 9-дан 1 деп жазамын. Енді ағысқа қарсы жылдамдықты табу үшін ағысқа қарсы жылдамдық табу үшін меншікті жылдамдықтан азайтамын ағыс жылдамдығын, Жай бөлшектерді азайтқан кезде міндетті түрде ортақ бөлім береді. Ортақ бөлім дегеніміз бөлімінің 2 ойысын табу деген сөз, Мұнда 3, мұнда 1, сонда 9-дан 2 шығады. Бұл ағысқа қарсы жылдамдық. Енді мен табуым керек уақытын. Осының уақыты, бізде жылдамдығы белгілі, уақытқа айналдыру үшін кері санын аламын, немесе 1-ді бөлем. 1-ді бөлсем де сол кері сан шығады. Яғни 9-дан 2-ге кері сан 2-ден 9. Бұл бізде бұрыс бөлшек болып қалды. Аралас санға айналдырамын. 4,2-ден 1. 2-ден 1 болғандықтан бұл бізде бөлімі 2-е, 1000-ға, 10-ға, 100-ге келеді. Сол себепті мен ондық бөлшекке айналдырамын. Алымында бөлімі 5-ге көбейтсем, онда менде ондық бөлшек шығады. Сонда уақыты 4,5 сағат, яғни 4,5 сағат екен. Екінші есебінде 333 есеп. Пароход өзенде ағыспен жүзсе 2 сағатта 68,6 километр қашықтыққа барады. Ағыспен бірге жүрген кезде бізге белгілі, ағыспен жүрсе ол жылдам жүреді. Ал ағысқа қарсы жүрсе, адам кішкене энергия көп жұмсайды, уақытта кішкене тапшы болады, себебі ағысқа қарсы күш көп қолданамыз. Ағысқа қарсы жүрсе, осындай уақыт аралығында одан 10 километр кем қашықтыққа барады. Пароходтың меншікті жылдамдығын, ағыс жылдамдығын тап дейді. Ең бірінші біз ағыс жылдамдығын формуласын жазып алайық. Ағыс жылдамдығын табу үшін ағыспен жылдамдықты азайтамыз, ағысқа қарсы жылдамдықты, Нәтижесін 2-ге бөлсек, ағыс жылдамдығы шығады. Ал енді мына жерде бізге керек пароходтың меншікті жылдамдығы. Меншікті жылдамдық деген, яғни сол кеме, қайық болсын, соның өзінің жылдамдығы,
судан бөлек өзінің жылдамдығы болады. Ең бірінші біз енді бұл жерде сағатта берілген, километрде. Онда біз бұның жылдамдығын таба аламыз ғой. Пароходтың П дей салайын, немесе меншікті, таба аламыз, Ол үшін жолды, қашықтықты уақытқа бөлеміз. Демек, мен пароходтың жылдамдығын табу үшін бізде 2 сағатта 68,6 километр жүрді 2 сағаттың ішінде. Демек, жолды қашықтыққа бөлем, қашықтықты уақытқа бөлем. Сонда 68,6 бөлу 2 болады. Ойша бөлуге болады. 34,3. 2-ке бөлу деген тең жартысы деген сөз. Бұл километр сағатпен пароходтың, яғни меншікті жылдамдық. Енді ағысқа қарсы жүрген кезде ол 10 километр кем жүрді. 2 сағаттың ішінде ол 10 километр кем жүрді. Ағысқа қарсы дегенді ақы деп қояйын. Ағысқа қарсы 10 километр кем жүрді. Сонда 68,6 жүрсе, одан 10 километр кем деген сөз, ол бізде 58,6. 58,6. Яғни азайтамыз 10-ды. Бүтіндер азайтқанда 58,6 шығады. Бұл бізде жол километр. Бұл да сол осындай уақыт деп тұр. Демек 2 сағат бұған да тиісті. 2-ге бөлемін. Сонда менде жылдамдық шығады. Ол 29,3 болады. Бұл да километр сағат болады. Себебі екеуі де километр деп жүріп жатыр. Сағат екеуіне де тиісті болып тұр. Мына жерінде білуге болады, километр ол S-тің мәні, бөлемін сағатқа Т-ның мәніне деп. Енді меншікті жылдамдығын таптым, 34,3. Ағысқа қарсыны таптым, ол 29,3. Енді формулаға сала саламын. Ағыс жылдамдығын табу үшін 34,3-тен азайтамын 29,3-ті. Нәтижесін 2-ке бөлемін, формулаға салам. Бастапқы жазған формулаға. 34,3-ті 29,3-ті алғанда, екеуінде ондықтан ба 3, біреу ғана. Мұнда мына 3 пен мына 3 азайтқанда 0 болып кетеді. Өткен түрдеген бірақ цифр тұр. Онда мен бүтіндерін ала саламын. 34-тен 29 алғанда 5 шығады. Шақша сыртында 2-ге бөлу. Сонда 5-ті 2-ге бөлсем, 5-тің тең жарысы 2,5 екені бізге белгілі. 2,5 километр сағат екен ағыстың өзінің жылдамдығы. Міне, есеп осымен шықты.